Бәріне сәлем. Лавр жапырағы көп жылдық өсімдік, ежелгі дәуірден бері ол емдік әсер беретін қасиетті ағаш болып саналады. Ол әл-ауқат пен күш-қуат даңқының символы. Лавр жапырағы аспаздық және халықтық медицинада қолданылады. Қолдану әдістері әртүрлі болуы мүмкін. Бүгін біз сізге лавр жапырағынан дайындалған тұнба туралы айтып беретін боламыз. Лавр жапырағынан не дайындауға болатынын айтпас бұрын, мен сізге өтінішім бар. Менің каналыма жазылып, қоңырау шалып, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Лавр жапырағының тұнбасының рецепті. Бір ас қасық ұсақталған лавр жапырағын термосқа салып, 300-350 мл қайнаған су құямыз да 4-5 сағат бойы тұндырамыз. Сүзгіден өткізіп, күні бойы кішкене жұтыммен ішіңіз. 4 күндік курс буын ауруымен остеохондрозға көмектеседі. Лаврдың бірнеше жапырақтарын 200 мл қайнаған су құйылған контейнерге құйып 15 минут тұндырады. Тұнбаны қабығы жабық ыдыста ұстаңыз, қайнатпаңыз. Сосын 4 сағаттан кейін оны өзіңіздің бар проблемаңызға байланысты ас қасықпен қолдануға болады. Немесе терінің жағдайын жақсарту үшін ваннаға қосыңыз. Лавр жапырағынан дайындалған тұнба ол ағзаға тез сіңеді және қажетті жерге тез жетеді. Әсіресе бүкіл денеге таралады. Эфир майлары қабынудың қарқындылығын төмендетеді, ішек жұмысын реттейді және сұйықтықтың кетуіне ықпал етеді. Фитонцидтер бактерияға қарсы, вирусқа қарсы әсері бар токсиндерді жоюға көмектеседі. Витаминдер мен минералдар метаболизмді қалыпқа келтіреді. Иммундық жүйені нығайтады, микроциркуляцияны жақсартады. Лавр тұнбасын қолдану ас қорытуды жақсартады және ішектегі қалдықтарды жоюға көмектеседі. Буындардың ауырсынуын және ісінуді азайтады. Ағзаның қорғаныс қабілетін арттырады, шашты нығайтады және теріні емдейді. Салмақ жоғалтуға көмектеседі, қант диабетінің алдын алады. Лавр тұнбасы ағзаны тұздардан тазарту үшін қолданылады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді. Дене температурасын төмендетеді. Көп адамдар лавр жапырағынан жасаған дәрілік тұнбаны пайдалана алмайды. Қай уақытта қолдануға болмайды? Полинозға және өсімдіктерге аллергия болғанда, және лавр жапырақтарына, немесе лавр эфир майларына аллергиялық реакция болғанда, асқазан жарасы, гастрит, жедел сатыдағы эрозиялық колит, бүйрек ауруларына болмайды. Жүрек немесе бауыр жеткіліксіздігіне, жүрек қызметінің бұзылуына болмайды. Лавр жапырағынан тұнбасы ағзаға оң және жағымсыз әсер етуі мүмкін. Бұл әр адамның жеке ерекшеліктеріне, созылмалы ауруларына байланысты. Сондықтан бұл лавр жапырағының тұнбасын жасамас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Сонымен қатар дененің оған сезімталдығын тексеру үшін, бұл үшін дайындалған тұнбаны аз мөлшерде білек және оның ішкі жағына жағу керек. Аздап сүртіңіз. Егер 4-тен 1 сағат ішінде тері өзгеріссіз қалса және басқа қарсы көрсетілімдер болмаса, сіз профилактика немесе емдеу курсын бастай аласыз. Өз бейнемді аяқтаймын. Көкөністер мен жемістердің пайдасы мен зияны, сонымен қатар аурулар мен оларды емдеу әдістері туралы көптеген қызықты видеолар таба аласыз. Сондықтан менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз және қоңыраушаны басыңыз. Егер сіз видеоны ұнатсаңыз және жақындарыңызбен бөліссеңіз, мен сізге риза боламын.